908 центру. 908 на связи. Направьте один ход, Абулкасымова 108. Принял. Дабыл соғылғанда әрбір секунд маңызды. Өрт сөндірушілер дереу көлікке асығады. Жылдамдық, үйлестіру, дәлдік, жауынгерлік қанат жаюдың негізгі бөліктері. Өртке 7 адамнан тұратын өрт сөндіру бригадасы шығады. Жауынгерлік киім мен құрал жабдықты киюге 35 секундқа дейін уақыт қажет. Осы уақыт ішінде олар толықтай жабдықталған және өрт сөндіру қызметінің есеп картасы бойынша орын алып, шығуға дайын болу керек. Қақпаны ашып, белгіленген тәртіпке сай көлікке отырып, жолға шығу уақыты 1 минуттан аспайды. Өрт сөндіру автоцистернасы көлікке арналған тұрақтан шыққан соң, өрт болған орынға жылдам жетуі керек. Өрт болған жерге баратын жол біреудің өмірінің әр минутына тең. 1 километрге 1 минут уақыт берілген. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер бір адамдай әрекет етеді. Әрбір әрекет нақты реттеледі. Өрт сөндірушілер жеңдерді орналастырып, оларды гидранттар мен резервуарларға қосады. Өрт сөндіру құралдары мен жабдықтарын жалынды сөндіруге дайындайды. Міне, шешуші сәт. Су оқпандар арқылы ағып, жалынның күшін бәсеңдетеді. Өрт сөндіргіштер үзіліссіз жеткізіліп, өртті бақылау және оны оқшаулау қамтамасыз етіледі. Қарауыл бастығы мен жасақ бастығы өрт сөндірушілермен тұрақты байланыста. Оқиға орнындағы әрбір өзгеріс жылдам айтылып отырады. Жауынгерлік қанат жаю тек технология мен дағды емес. Бұл көп жылдық дайындық, шеберлікті шыңдау, тәртіп пен командалық рух. Онсыз адамдардың өмірін сақтау мүмкін емес. Әрбір қоңырау жаңа шайқас. Біз қорғау және құтқару үшін осындамыз. Өйткені адам өміріне қауіп төнген кезде өрт сөндірушілер тәуекел етумен кездейсоқтық жайында ойламайды.